Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге алмалы пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге S1 категориясындағы осындай 2 жұмыртқа керек. Жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп аламыз, көпіртіп аламыз осылай. Және жұмыртқамыз дайын болғаннан кейін үстіне 1 пиалайдай қант қосамыз. Егер сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, одан да көп мөлшерде қосуға болады. Маған осы мөлшер жетті, және барлығының грамдарын описание бөліміне қалдырып кетемін. Мұқият қарап жасаңыздар. Өте дәмді пирог, үй ішіміздегілердің барлығы сүйіп жейді. Өте тез уақытта дайын болатын пирог. Осылай массамызды дайындап аламыз, жақсылап көпіртіп аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, егер миксер болмаған жағдайда венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Миксер болу міндетті емес. Міне осылай массамыз дайын болады. Үстіне сұйық майымызды құйып, айранымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Айран қолдың айраны болса да болады, және магазиннің айраны болса да болады. Осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Енді ұнның да мөлшерін жазып кетемін. Мен мына жерде кесемен қосқанмын және 2 бөліп салғанмын. Бірден салсаңыздар қатты қою болып қалуы мүмкін. Және мұқият қарап отырыңыздар. Осылай ұнны салып алдым. Ұнмен де жоғары сұрыпты ұн, және ұнның үстіне қопсытқышымызды салдым. Қопсытқыш осындай разрыхитель алдым. 18 грамдық. Сіздер қандайын қолдансаңыздар да бола береді. Осылай барлығын араластырып аласыздар. Қамыр қоюлау болу керек. Сұйық болса көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан қамырды қорықпастан қоюлау етіп араластыра беріңіздер. Дәл мөлшерімен жасасаңыздар барлығы да жақсы шығады. Осылай 2-ге бөлген ұнымды осылай салдым, жақсылап араластырдым. Қамырым дайын болып қалды. Мінекей. Барлығын видеодағыдай жасаңыздар. Және сіздерге видеоларым ұнап жатса, каналдың дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Міне осылай қамырымыз дайын болды. Осындай күйде болу керек. Енді бізге 4 алма жетеді. Алмаларымыздың қабығынан тазартып, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Ортасындағы өзектерін алып тастаймыз. Ол кедергі болып, қатты болып шығуы мүмкін. Сондықтан дәндерін барлығын мұқият тазартып аламыз. Барлығын осылай 4-ке бөліп, жіңішке етіп турап аламыз. Қатты қалың болып кетсе де болмай қалады. Видеодағыдай турап алыңыздар барлығын. Мен барлығын көрсеттім. Осылай алмаларымызды осылай турап аламыз, майдалап, және жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне қосып араластырамыз. Осылай араластырамыз барлығын. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 200 градустағы пеш болса болғаны, және жарты сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыт мөлшерінде печкінің аузын ашпастан мұқият қарап отырсаңыз, көпсіп өте әдемі болып шығады. Қайта-қайта аша берудің қажеті жоқ. Беті қызарғаннан кейін аласыздар. Осындай қалып бар менде. Сіздерде қандай болса да жарай береді. Бірақ көлемін 22 см қылдым. Сіздерде сол өлшеммен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Міне пирогымызды салдым. Енді печкаға жіберемін. Міне дайын болған пирогымыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты, өте күшті болып көтерілді. Және алмалы пирогтың бір ерекшелігі, оны ыстық кезінде жесеңіздер өте дәмді болады. Және шаймен өте керемет кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең оңай жолын ұсындым. Видео ұнаса лайк қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.